Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді әрі жасалу жолы тез дастархандарыңыздың сәнін келтіретін баклажаннан салат дайындайтын боламыз. Салаттың құрамына керекті заттарды видеоның астына описание бөліміне жазып қоямын, өтіп қарасаңыздар болады. Бірінші огурцымызды алып, дәл видеодағыдай етіп, екі бөлікке бөліп турап аламыз. Достар, менің YouTube каналымдағы видеолар сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Туралған қызанағымыздың үстінен огурцымызды салып, және де айсберг капустамызды алып, дәл видеодағыдай етіп турап шығамыз. Туралған көкөністердің үстіне майдалап туралған укропымызды саламыз. Көкөністеріміздің барлығын турап алдық. Енді баклажанымызды дәл видеодағыдай бөліктерге бөліп шығамыз. Екі жұмыртқаның үстіне шым-шым тұзымызды салып араластырып, үстінен баклажанымызды салып, қызып тұрған майымыздың үстіне сала отыра екі жағын қызартып қуырамыз. Қуырылған баклажанымызды көкөністердің үстінен салып, дәміне қарай тұзымызды, майонезімізді салып араластырамыз. Мінекей біздің өте дәмді және де тез дайын болатын салатымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.